Балалар, бала атасымен қандай мерекеге бара жатыр екен? 9 мамыр жеңіс күні. Баланың атасы кім болып табылады? Соғыс ардагері. Олар қандай көңіл күйде? Өте қуанышты. Ендеше балалар, қазір біз жеңіс күні өлеңін тыңдаймыз. Мұқият зер салып тыңдайық. Алтын таулар желмен ойнап, қуанышты ұлғайтамыз. Жеңіс күнін жылда тойлап, жеңіс әнін жылда айтамыз. Бабалардың айбынды үнін таңдаймыз біз мақтанышпен. 9 мамыр күні тойдың күні тоқаш піскен. Бақыт сыйлап жатады әр күн, санамызға жарық берген. Әкелері аталардың бұл жеңісті алып келген. Қуантады ән сап жұртты, келе берсін бақыт таңы. Жеңіс күнің құтты болсын, батырлардың ұрпақтары. Тұманбай Молдағалиев. Балалар, жеңіс күні өлеңін мұқият тыңдадыңыздар ма? Ендеше, өлең мазмұны бойынша сұрақтарға жауап берейік. Өлең мазмұны бойынша не түсіндің? Жеңіс күні мерекесінің шығу тарихы туралы не білесің? Жеңіс күніне кімдердің арқасында жеттік? Өлең авторы балаларға қандай өнеге айтқан? Енді майдангер сөзіне дыбыстық талдау жасайық. М дауыссыз үнді. А дауысты жуан, ашық. И дауыссыз үнді. Д дауыссыз ұяң. А дауысты жуан, ашық. Н дауыссыз үнді. Г дауыссыз ұяң. Е дауысты жіңішке. Р дауыссыз үнді. Жарайсыздар балалар, келесі тапсырмада осы 4 жолды өлеңнің қатесін тауып түзетуіміз қажет. 23-ші жаттығу. Отан үшін от беттескен, өліммен де от кешкен, омырауын оқ тескен, менің атам майдангер. Ендеше, бұл 4 жолды өлеңнің дұрыс нұсқасына назар аударайық. Отан үшін от кешкен, өліммен де беттескен, омырауын оқ тескен, менің атам майдангер. Балалар, бүгін біз не туралы әңгімеледік? Дұрыс айтасыздар, жеңіс күні туралы айттық. Ал қандай жазбаша тапсырмалар орындадық? Сөздерге дыбыстық талдау жасадық.